Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Сұмдық жаңалық. Түркия президенті Ердоған орыстарға бөлек банк ашып, жоғары проценті бар депозит ашамыз, орыстарға тегін үй саламыз деп оттап отыр. Түрік халқы намыстанып, оның бұтын барлық әлемге ашып жіберіпті. Ердоған негізі мүлдем түрік емес, ол қалмақ шал Назарбаев сияқты бандит екен. Достар, сіздің ойыңызша түріктердің айтқаны шындық па? Әлде бұл орыстардың түрлерді ұрыстыру үшін жасаған жоспары ма? Өз ойыңызды комментарийге жазыңыз. Видеоға лайк қоюды ұмытпаңыз. Ал енді бастайық. Тайып Эфендиге келетін болсақ, ол 1877-1878 жылдардағы орыс-түрік соғысынан кейін Батуми Ресейге қараған соң отбасымен бірге Ризеге көшіп кеткен. Алайда көшудің нақты күні белгісіз. Осылайша біраз уақыт Ердоғанның атасы орыстың қол астында болуы әбден мүмкін еді. Түркия президентінің атасының аты Тайып Эфенди болған. Ол Батумидегі Орта Жаме мешітінің имамының ұлы болған деген болжам бар. Бахат ауылынан шыққан Бахатәлі, Бағатли, антропонимі, лақап немесе тегі, оның грузин екеніне дәлел болып саналады. Түркия мен Ресей мир жүйесіне балама жасағысы келеді. Бұл туралы түріктің Хабар басылымы хабарлайды. Президент Ердоған бүгін Стамбулда министрлермен кездесу өткізеді. Жаңа төлем жүйесін құруға ақш-тың түрік банктерін қорқыту үшін қолданған санкциялары себеп болды. Өткен аптаның соңына дейін Түркиядағы 5 ірі несиелік мекеме ресейлік мир карталарына және сәйкесінше Ресейден келетін туристер ағынына қызмет көрсетті. Санкциялар тізіміне ену қорқынышынан кейін Дәниз банк және С-банк қызметтерін тоқтатты. Қалған банктер мұндай шешімдерді әлі қабылдаған жоқ. Түркия туристердің ақшасын, сондай-ақ Ресей мен газды төлеуге ыңғайлы валютасын жоғалтқысы келмейтін сияқты. Сондықтан Ердоған рубль төлеміне балама іздеуде. Ресейлік төлем жүйесінің операторы СП компаниясы бұған дейін мир төлем жүйесінің карталарын шетелдік банктерде қабылдау және оларға қызмет көрсету несиелік мекемелердің өздерінің ұстанымдарына байланысты екенін түсіндірді. Осы аптада ресейлік бақ Қазақстан халық банкінде мир карталарына қызмет көрсетудің тоқтатылғаны туралы хабарлады. Банктың баспасөз қызметі оның POS терминалдарда қызмет көрсетуін жалғастыратынын. Ал банкоматтар 2022 жылдың наурыз айынан бастап ресейлік төлем жүйесі карталарын қабылдамайтынын айтты. Солтүстік Кипрге әлі рейс жоқ. Осы аптада Ресейден Кипрдің түріктердің бақылауындағы бөлігіне тікелей рейстердің ашылуы туралы ақпарат пайда болды. Бұл туралы Меллиер газеті жазды. Жарияланған мақалада тіпті белгілі бір күн 15 қараша аталды. Ал президент Ердоған Мәскеуден бірінші рейспен ұшуы керек еді. 23 қыркүйекте Путиннің баспасөз хатшысы Песков брифинг барысында рейсті ашуға қатысты шешім қабылданбағанын айтты. Туристер арасында танымал арал 1974 жылдан бері этникалық белгілер бойынша бөлінген. Содан кейін Түркия Грекиядағы жақтастарының қозғалысын тоқтату үшін аралға басып кірді. Қазір аралдың 3/4-ін әлем қауымдастығы мойындамаған солтүстік Кипр Түрік Республикасы алып жатыр. Мұндағы рейстер тек Түркиядан жүзеге асырылады. Ресей қыспағынан шығып жатқан Қазақстан. ақш-та шығатын дипломат басылымы президент Тоқаевтың бұл бас ассамблеясында сөйлеген сөзі Қазақстанның Ресейден алшақтап жатқанын тағы бір аңғартты деп жазады. Мақала авторы Вашингтондағы Second Floor Strategies Consulting компаниясының президенті Уайлдер Алехандро Санчес Тоқаевтың бұл бас ассамблеясындағы сөзімен Путиннің мобилизация жайлы мәлімдемесі екі елдің ғаламдық геосаясат пен Украинадағы соғыс туралы көзқарасы әртүрлі, мүлде үйлеспейтінін көрсетті дейді. Тоқаев бұлдағы сөзінде әлем жаңа конфликтілердің құрбанына айнала бастағанын айтты, бірақ бұл ретте Украинаны ашық атамады. Ол сонымен қатар ядролық қаруды қолдану ықтималдығымен бетпе-бет келгенімізді, ядролық державалардың бәсекелестігі мен риторикасы алаңдататынын жеткізді. Бұл жолы да Тоқаев Ресейді нақты атамады. Сондай-ақ ол Қазақстан Украинаның шығысындағы сепаратистік аймақтарды мойындамайтынын, қазақстандықтардың Ресей жағында соғысуына қарсы екенін айтты. Келесі күні Путин ішінара әскери мобилизация жариялаған сөзінде батысты айыптап, Ресей өзінің аумақтық тұтастығын қорғау үшін ядролық қару қолдануға дайын екенін мәлімдеді. Мақала авторының ойынша Тоқаевтың бұлда Украинаға қатысты Ресей билігін сынауы назар аударарлық. Қазақстан өзінің кеңестік тарихын жоя алмаса да, оны Ресейге жақын ел деп қарастыра беру дұрыс емес. Мәскеу Украинаға басып кірген соң Қазақстан-Ресей қарым-қатынасы қалай өзгерді деген сұраққа халықаралық бейбітшілік үшін Карнеги қорының ғылыми қызметкері Тимур Умаров та Foreign Policy басылымындағы мақалада жауап іздеген.
Зерттеушінің пайымдауынша, Қазақстан Мәскеудің қаһарына ұшырамай, өзі қаламаған Ресеймен одақтастықты біртіндеп үзуге тырысып жатыр. Умаровтың талдауынша, Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері сыртқы саясатта Ресей үстемдігін төмендетіп, басқа елдермен қарым-қатынасты күшейтуге ұмтылған. Алайда Ресей Қазақстанмен қарым-қатынаста статус-квоны сақтап қалғысы келеді. Себебі Ресейдің оқшауда қалуы Қазақстанды бұрынғыдан бетер қажет серіктес ете түседі. Мәскеуге санкцияларды айналып өтіп, кейбір ресейлік компанияларға жол ашып, санкция салынған тауарларға параллель экспорт үшін Астана қажет. Ресей әлсіреп, бар күшімен ресурсын Украинадағы соғыс пен Путин режимін тұрақтандыруға жұмсап жатқан тұста, Қазақстан бұл мүмкіндікті өзге елдермен қарым-қатынасын күшейту үшін пайдаланып жатыр. Тоқаевтың Түркия мен Әзірбайжанға сапары осыны көрсетеді. Ресейлік мемлекеттік ұйым Қазақстанда екінші дүниежүзілік соғыс тақырыбында диктант жазуға негізделген тарихи акция өткізіп жатыр. Бұл бастамаға қарсы азаматтар акцияның саяси астары мен пропагандалық мәніне назар аударып, Украинаға басып кірген Ресейдің мұндай шара өткізуі орынсыз екенін айтады. Билік наразылардың пікірін ескеріп, акция өтпейді деп мәлімдеген. Бірақ әзірге жеңіс диктантына қарсылар тек бір қалада ғана жеңіске жеткен. Instagram желісіндегі топтардың біріне жарияланған Семейде жеңіс диктанты өтеді деген хабарландыру жергілікті тұрғындардың наразылығын туғызды. Бүкіл ресейлік тарихи акция 3 қыркүйекте қалалық орталық кітапханада өтеді деп көрсетілген. Тоқаевтың астыртын бизнесі. Біріккен ұлттар ұйымы, Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2010 жылдар шамасында мұнай және сирек металл саласындағы активтерге ұлы Тимур Тоқаев арқылы иелік еткенін жазды. Біріккен ұлттар ұйымы Тоқаев пен ұлының 2006-2014 жылдар аралығында орыс және ағылшын тілдерінде жазысқан мыңдаған электронды хатын қолға түсірген. Ол хаттарды біреулер 2014 жылы хакерлікпен алған. Басылымның жазуынша, дәл осы хаттар Тоқаевтар отбасының құпия бизнесі мен Тоқаевтар иелік ететін офшор компаниясының Швейцариядағы банкке аударған ақшасын әшкере етуге жол ашқан. Біріккен ұлттар ұйымы қолға түсірген электронды хаттардың рас өтірігін тексеру үшін Швейцариядағы беделді компьютерлік сараптама компаниясының көмегіне жүгінген. Компания бірнеше файлды талдап, электронды пошта манипуляциясын көрсететіндей күмәнді дүние таппағанын мәлімдеді. 2013 жылы елдегі басылымдар 2002 жылы Тоқаевтың жалғыз ұлы, сол кезде жасы 18-дегі Тимур Тоқаевтың Айбай Petroleum Capital компаниясының 50% акциясын сатып алғанын жазған. Ол уақытта оның әкесі премьер-министр қызметінен кетудің аз-ақ алдында тұрған. Осы кезде бұл шағын компания алдымен кен барлауға, артынша Атырау облысындағы Новобогат ауылына жақын жердегі Градовое мұнай кен орнын пайдалануға лицензия алды. Айбай Petroleum Capital компаниясының екінші иесі Тоқаевтың қарындасының ұлы Мұхаммед Ізбастин еді. Public AI-дың жазуынша компанияның қағаз жүзіндегі акционерлері Тоқаевтың ұлы мен Ізбастин болғанымен, электронды хаттарға қарағанда Қасым-Жомарт Тоқаев компания бенефициарларының бірі болған. Басылым бұған дәлел ретінде Тоқаевтың 2012 жылдың 30 желтоқсанында БО-ның Женевадағы өкілдігінің бас директоры қызметін атқарғанда Ізбастинге жазды делінетін хатын келтіреді. Public AI Тоқаев өзінің немере інісіне жазды деп көрсеткен хатта мұнай нарығындағы ахуал нашарлап жатқандықтан активтерді сату мәселесі қозғалған. Бұл бізге болашағы бар салаға жол ашар еді делінген басылым келтірген хат үзіндісінде. Басылым сүйенген тағы бір хатқа қарағанда бірнеше апта өткен соң дипломат Тоқаев өзіне жедел ақша керегін, сол үшін компаниядағы үлесін сатқысы келетінін жазған. Тіпті Назарбаев кланындағы ықпалды адам оны сатуға көмектесе алатынын айтқан. Бұған дейін айтқанымдай, әбейден кеткім келеді. Оның құны $10 миллион және мерзімі кешіктірілген төлем үшін тағы $2 миллион. Немере інісі оған жазды делінген жауапта 10 миллион тым көп екені, бірақ ықтимал сатып алушы бұған қызығушылық білдіруі мүмкін екені айтылған. Қолға түсірген құжаттар Тоқаев өзі үміттенген миллиондарға қол жеткізбегенін көрсетпейді дейді басылым. Public AI-дың жазуынша Тоқаев пен Назарбаев отбасылары арасында жақын қарым-қатынас барын дәлелдейтін электронды хаттардың бірі 2016 жылы кейін жабылып қалған Республика басылымында, енді бірі Kazakhstan 2.0 сайтында жарияланған. Ол кезде аталған адамдар бұл жарияланымдарға ашық жауап бермеді. Имейлдердің түпнұсқалығын жоққа шығарғанда жоқ. Сонымен қатар басылым Тоқаевтың ұлы 2012 жылдың күзінде Цюрихтегі GLS бір банкінде есепшот ашқанын, оның иесі Тимур Тоқаевқа тиесілі Edelweiss Resources офшор компаниясы болғанын жазады.
Басылым қолға түсірген құжаттарға сүйеніп, Айбай Petroleum Балтық теңізі жағалауындағы Ресейдің Приморск портында мұнайды түсіргеніне қызмет көрсеткен үшін Edelweiss компаниясына ақша төлеп отырғанын келтіреді. 2013 жылдың 24 ақпанында ұлына жолдаған хатта болашақ президент Айбай Petroleum'ның 2012 жылы Edelweiss'ке аударған және немере інісі арқылы алған басқа да ақшаны сөз етеді. Жалпы төлем сомасы $4 миллион асады. Public A әкелі балалы Тоқаевтар отбасы, Қазақстан Wolfram Molybden компаниясының бенефициарлары болды дейді. Бұл компания 2007 жылы тіркелген. Оның құрамына Қараоба және Солтүстік Қатпар, Wolfram Molybden кен орындарын барлайтын екі компания мен Степногорскідегі гидрометаллургия зауыты кірген. Басылым келтірген хаттарға қарағанда Тоқаевтар 2009 жылы компаниядағы үлесін сатпақ болып, сатып алушы іздеген. Бірақ 2 жыл өтсе де, сатып алушы табылмаған. Сол тұстағы президент Назарбаев Тоқаевтар үлесті Қытайларға сатып жібереді деп қауіптеніп, Самұрық қазына қорын жалғыз сатып алушы деп белгілеген. 2015 жылы Самұрық қазынаның еншілес ұйымы Тау-Кен Самұрық Ақ Солтүстік Қатпар компаниясын 87 миллиард теңгеге сатып алған. Бұл ақшаның қайда кеткені жұмбақ. Тоқаевқа бағытталған ұзын сонар сұрақтарымызға жауап жоқ дейді басылым.